Елордада ұзыншылық Пиппи кітабының тұсаукесері өтті. Шығарма танымал швед жазушысы Астрид Лингреннің бірегей туындыларының бірі. Кішкентай оқырмандарға арналған кітап балалар әдебиеті жылы аясында тұңғыш рет қазақ тіліне аударылып, 1000 данамен басылып шықты. Ұзыншылық Пиппи кітабын ағылшын тілінен қазақ тіліне аудардық. Тұңғыш рет қазақ тіліне шығып отыр. Біз алғашқыда бұл кітапты түпнұсқадан, яғни швед тіліне аударғымыз келген. Өкінішке орай швед тіліне аударатын аудармашы таппағандықтан ағылшын тіліне аударуға тура келді. Көркем шығармаға қарағанда балалар әдебиетіне өте бір өзгеше тәсілмен қарау керек. Себебі ол жаңағы балалардың тіліне сай болу керек, түсінікті болу керек, балаларға қабылдау үшін жеңіл болу керек деген сияқты. Астрид Лингрен әлемнің ең көп аударылатын 20 авторы арасында 18-ші орында. Бұл тізімде Лингрен Федор Достоевский, ертегі патшасы Ганс Кристиан Андерсендермен қатар тұр. Оның шығармалары 100-ден астам тілге аударылған. Бұл кітап біздің қазақ балалар үшін таптырмайтын құрал, таптырмайтын дүние танымдарын кеңейтуге, жалпы қиялдарын ұштауға, жалпы балалар әдебиеті арқылы басқа елдерді тануға үлкен бір жол ашатын дүние деп есептеймін. Айта кетейік, алдағы уақытта Астрид Лингреннің балақай немесе шатырда тұратын Карлсон атты шығармасы қазақ тілінде жарық көреді деп жоспарланған.